Құран мен сүннетте Аллах деген есімдің бір нақты бір санмен айту міндеттелмеген. Бірақ та сопылық және әулиелердің тәжірибесінде ондай бар екен. Мысалы 99 рет қайталау, 100 рет қайталасаң кемелдік пен толықтықтың мағынасы үшін дейді. 1000 рет қайталасаң жүрегің нұрланады дейді. Жаңағы тақуалыққа жетесің дейді. Ақлақ мінезің өзгереді дейді. Және де әбжат деген ілім бар ғой. Әбжат деген ілімінде олар 66 рет қайталанды деп айтады екен. Оны жүрекпен, ықыласпен, ниетпен, я Алла, жүрегімді тазарта көр, маған тыныштық, сабыр, иман қуатынды бере көр. Я Рабби, жүрегімді өзіне жақын ете көр, көңілімді тазарт, жанымды тыныштандыр деп жаңағы сондай бір әсерленіп, сеніп, ихсанмен жалбарынып айту керек екен.